Рахмет. Енді үкі не үшін бірақ? Үкі жақсы ниетте негізі. Үкіні негізі көбіне сырғалым атанайын деп жатқан қыздар тағады ғой. Сондай. Негізі құрбым берген болатын. Бұл жолда ниетіңіз түзу. Иә. Өткен жолғы енді сәл болмай қалып еді, енді осы жол жақсы дөп түстіңіз деп ойлаймыз. Және де бәліш алып келіпсіз, иә? Иә, бәліш алып Енді келіп. кездесу қалай болды екен? Фото-видеоларыңыз бар ма? Кездесу, иә, жақсы болып жатыр кездесуіміз. Көріп алайық онда, иә? Фото-видео бар болса кездесу қалай? Алдың күні қатысушылармен келіскен болатынбыз. Катокқа барамыз, қыдырамыз деп ойламаған жерден енді катокқа барып, жақсы. Оның алдында тамақтанып, Егорда басым бәлеге қалды ғой. Тамақтан шыққаннан кейін. Не болды? Негізі 2 машинамен барған болатынбыз. Мен өткен сенбі күні көлігімді жіберген болатынмын. Көліксіз болып қалдым да. Кеше алып отырмын көлігімді. Басқа көлік алдым. Сонымен барып отырып, тамақтанып шыққаннан кейін бірақ машинаға баратын болды, екінші машина бармайтын болды. Соны енді біз сыймағаннан кейін мен Жанеркеге айттым, сен Айнұрдың машинасымен жүрген болатын. Жанеркеге айтқан болатын, сен қазір таксиге келгенше мұздап қаласың. Жанеркем Айнұрдың машинасына отырып кете бер деп. Жаурап қалма деген ниет. Иә, жаурап қалма деген ниетпен. Ол машинада Айбат болды. Соған енді білмеймін, кім бар дұрыс түсінбей қалса, соны алдын ала түсіндіріп кетейін. Барып қыдырып, кешеде кездесу болды, киноға барып қайттық. Біразға дейін біраз уақыт бөлініп жүрген болатынбыз бірге. Бізбен бірге барғандардың арасында Жан Саяханында болған еді ғой. Сол жерден әзіл ретінде түсіріп қалғаны бар. Соны енді әлеуметтік желіге салғаннан соң халық дұрыс түсінбей қалмасын деген мақсатта алдын ала түсіндіріп кетіп жатқаны ғой. Ол жерде Айбат мырзаны мүлде ойлаған жоқ, шыны керек, өйткені аяқ асты баратын болып қалып, жаңағындай бұл кісілер әлі қалай айтса болады, көлік шақырмаған болатын. Сен жаурап қалма, тоңып қалма, Айнұрлармен, қыздармен өзің бара бер деді. Нұржан да қателеспесем қасына алып қалды. Біз екеуміз арттарыңнан жетіп аламыз деп. Нұржанға рахмет, орным беріп, Нұржанға айтқан болады, Нұржан сен қал, сенің орныңа кім ерке отырып кетсін деп. Иә, мысық жайлы айта кетсем, ең бірінші күні осы жерде біз сырласуда қалып кеттік, білмеймін, ұмытып кеттік. Оның үстіне жақсы әңгімелесіп отыр екенсіздер, мазаламайық дедік сол. Иә, ұзағынан әңгімелестік, бір-бірімізге керекті қоятын сұрақтарымызды қойып, біліп алдық. Одан соң тамақтандық барлығымыз. Енді қарның ашып қалған болар, қарның ашты ма, қалың киіміңмен келіп бедің. Қазір біз қатысушылармен қыдырамыз деп едік деп, өте сондай. Дос баласы жазады маған, сен үміткеріңмен таныстық тоқтатып, Жанеркемен таныстық бастап көрсең қалай болады, Айбатпен мүлдем жолығып атқан жоқ екен деген сияқты әңгімелерді айтады да. Бұл жерде Жанеркенің тарапынан менімен танысқысы келеді деген әңгіме шыққан жоқ. Дос айтты, білмеймін, екеуі келісе ма, қалай болатын. Сондай әңгімелер келді, мен үміткеріммен бәрі жақсы, мен ондай нәрсе істей келді да, Барс мырзаны таңдап тұр да, мен түсінбеймін. Сонда сіз ескі қатысушылардан таңдауға болатын еді. Сіздің талғамыңыз, сіздің таңдауыңыз неге жаңа қатысушыларға түсті? Бұл жерде мен айта кеткім келіп тұр да, егерде мен Нұржанмен өзім былайнан танысып, араласып, бұл кісіге өзім аузыммен айтсам, түсінуге болады. Бірақ мен бұл жерде түсінбей тұрмын да, бұл кісіге қандай менің досым айтқандығында. Басын бүйтеп отырғым келіп тұрған жоқ та, мен просто. Ол баланда мен бес саусақтай танимын. Бұл жерде Жанерке жазған. Жанерке жазған. Айбатпен ешқандай кездесу жоқ, Айбатқа внимание жоқ. Сосын Нұржан үміткерін жіберіп, мені қабылдай ма екен деген сұрақ қой. Жанерке жақтан келген. Ол бала алып, Нұржанда да ол баланы жақсы таниды потом. Өйткені сосын Нұржанға жазады. Нұржан отказ береді. Мен просто мына жерде баласағым оны не үшін айтып отырмын? Мен біздің мына қосылайық несі, біз шынайы екенін дәлелдегіміз келеді адамдарға. Бірақ кейбіреулері бұл жерге қайып іздеп келеді. Екіншіден, сосын сол күні сендер сырласудан шыққаннан кейін барсыз. Машинада бірге отырдық. Үшеуміз отырдық машинада. Сол кезде сен телефонмен сөйлесіп өттің да, артта. Жанерке сен жаныңда отты. Голосовойын естіп қалдым да мен. Ой деді да сразу құлағына бастап. Ол голосовойда еркенің өзі де біледі не жазылған. Енді осы баланы статистикамен атып тілің келмейді ғой. Соның көтерілгенше осы баланы ұста деген дауыс естіп қалдым да мен. Голосовой. Мамасы ма или подружкасы ма? Әйтеу әйел адам дауысы бір. Бір әйел адам дауысы болды. Еще мен басқа қарадым да тарқылда күл жібердім. Бар сен не дедің? Естідім ғой дедің. Дұрыс па? Мен андай сенің барсын, мен сен просто андай жаныма шығарып айтам ғой. Екеумізде мына жерге жасымыз келгесін, өз сеніміз себепті өзің мына осы сендердің таныстықтарың
тек әшейін уақыт мүмкін иә сізде сондай күдікпен болып енді барыс мырзаға бір жерде отырған адам болғандықтан жаныңызды ашып барынша осылайынан енді осылай деп айтып жатқан шығарсыз. Бірақ мен өзімнің версиямды айтатын болсам, негізінде иә менің достарым бар, өмірде араласатын құрбыларым, достарым деген сияқты. Олармен иә бөлсем, сұрайды. Сол кезде мен айтқан болатынмын, Айбатпен кездесу болып жатыр ма деп сұрайды ғой. Енді сол кезде бізде вообще кездесу болған жоқ. Негізі тоқтатамыз ау деген сияқты қылып айтқан болатынмын негізі. Сөйттім де мен айттым, негізінен мен болса да шынайы кәдімгідей тұрмысқа шығамын деген сияқты келдім ғой. Енді бұл кісінің тарапынан кездесу болған жоқ, жақсы таныстық болған жоқ. Неге басқа ер азаматпен танысып көрмеске деген сияқты мен бөліскен болатынмын. Сол кезде сол менің дос балам негізі жаңағыдай айтсам болады да, Нұржанды таниды екен негізі. Нұржан таниды екен, сонымен маған айтты, неге Нұржанмен танысып көрмейсің деген сияқты. Ол кісі маған бірінші Нұржан мен вообще мен араласпаймын да ғой, мен оны танымаймын, оның сөзіне жараспайды дедім. Содан соң айтты, енді Ерке, сен менімен сөзің жарасады, ол маған өте қатты ұқсайтын бала, мінезі де, түрі де, барлығы. Мүмкін мен сөйлесіп көрермін деді. Сосын барып мен айттым, ай негізі болмайды ау деді. Сенің досыңа отказ бермесем, давай танысып көрейік десем, сен келер ме едің маған сонда? Отказ бермесем ол жігітке да мен, давай танысып көрейік мейлі десем, сен маған келесің ба сонда? Ол жігіттің Барыс мырза не болды сонда деген сияқты. Жоқ, қарай тұрыңыз, ол жігіттің жалпы тарапыңнан қыз балаға негізі бір рет есікті 10 рет қағасың ба, 100 рет қағасың ба, ең бастысы соңында мақсатыңа жетсең болды дейсің. Мен сөзімді бітіріп алайын, Нұржан. Ең бастысы өзіңнің ниет еткен нәрсеңмен кететін болсаң, 10 рет қағасың ба, 100 рет қағасың ба, онда тұрған ешнәрсе жоқ. Негізіне келген кезде тоқтай тұрыңыз, мен сөзімді аяқтап алайын. Бұдан соң мен сырласуға кірген кезде Барыс мырзаның өзіне менен сұраған болатын. Ерке, менімен шынайы танысып көргің келеді деп айттың ба, әлде қалай, осы жерде басын шешіп алайық деген сияқты. Сол кезде мен бұл кісіге айтқан болатынмын. Сырласу бөлмесіне кірейік деп мен Балауса ханымнан сұраған себебім сондықтан да бір-біріміздің талабымызға келеміз ба, бір-біріміздің көкейіміздегі тұрған сұрақты басын ашып алайық деген мақсатта сырласу бөлмесіне кіруді мен сұраған болатынмын деп айттым. И сол кезде де мен айтқан болатынмын. Хайып үшін сізді таңдамас едім. Анау айтты, апам айтты, дәлел бар ма? Басында жазған, артынан кейін звондаған. Оның бәрі мен өзім шешіп аламын. Менің жасым келген дардай ер азамат. Айныту мақсатында, өтірік маған бір жанашырлық танытудың мақсатында, ондай керек емес. Көзім ашық, көкірегі ояу азаматпын деп білемін өзімді. Сол себептен қандай мәселе бар? Еркенің өзіне де талай сұрақ қойған болатынмын. Ауыр сұрақтар бар арасында, жеңіл мен де отырдық. Арамызда біраз әңгімелер болды. Сендер негативті әйтеуір бірдеңе, біреу айтты, біреу бірдеңе деп қалай айтсам екен бір қызықтырарлықтай нәрсе болып көрінсе, мен эфирден соң бұл кісімен телефонды ашып тұрып көрсетіп, сол досыма хабарласып, өзім жеке еркекше беттестіре алып, енді негативпен басылып кеткені болмады. Бірақ енді ондайға біздің етіміз үйренген. Негізінде Барыс мырза екеуміз ондай нәрсені шешіп алғанбыз. Бір-біріміз туралы мына жерде әңгіме шықса, жеке шешіп алайық, үлкендерше деген сияқты. Мен Барыс мырзаны таңдағаныма мүлде өкінген жоқпын. Не себепті? Өйткені кейбір ер азаматтардың істей алмаған нәрсесін істеді. Яғни мен бұл жерде сырласуда отырған кезде айтқан болатын, қазір кездесу бітіп қалса, мен үйге қалай қайтам, екі көзім төрт көз болып мөлиіп қалып кетпейін ба деген кезде бұл кісінің айтқаны бар. Көлігімді сатып жіберсем де, мен сені жылатпаймын, үйіңнің алдына дейін ата-анаңа табыстап барып кетем деді. Міне ер азамат үйленуге келген деп айтқым келеді. Одан соң сол кезде Айнұр ханымдар өздері бір бөлек машинамен кетті. Сол кезде біз қалып кеттік қой, өздеріңіз көрдіңіздер. Сол кезде өзін өте қатты ыңғайсыз сезінді да, сонымен маған айтты, Ерке деді, ертең эфирде той болады, мен кешке дейін өзім бүйтіп нормальный көлік қарастырайын, мен сенімен жаяу жүргім келмейді, мен үшін ол еркектік намысыма нұқсан келтіреді, мен сені жаяу жүргізбеймін, мен сені үйіңе дейін до конца апарып тастайын кездесуден кейін, өйткені сен қыз баласың, сен де бір үйдің бүйтіп мәпелеп өсірген қызсың, сені ары қарай такси үйге дейін жеткізді ма деп мен сені жаңағыдай уайымдап отырғым келмейді, өз қолымен алып барам үйіңе деген сияқты өзінің жауапкершілігін көрсетті. Шаршамадың ба? Шаршаған жоқпын. Мен шаршамағандығым неге бұл кісіге қызық болып жатыр білмеймін. Жарайды, сен шаршамасаң да енді сен паригін шаршап кеткен сияқты ғой енді сенен ше. Уайымдама, бұл парикті арнайы кеше Барыс мырза екеуміз таңдап тұрып алған болатынбыз. Негізі өзіңіздің ақшаңыз кеткен сияқты бұл жерде менің басындағы шашыма дейін әңгіме айтпай қойыңыз. Сіз болатын нәрсені айтыңыз. Болатын нәрсені айтыңыз. Сіз кімсіз менің басындағы паригімді абсурда кететін? Уже кәдімгідей мочалку күткен ғой. Давай онда әпер. Жанерке, әперейін ба? Алып бер. Енді саған енді машинасын сатып әперсің енді. Қыздар онда сыртқа айтайын деп жатырмын, сөзімді бөліп жатырмын. айтсаңшы енді біреудің шашында не жұмысыңыз бар? Алдындағы киген кезде айтып еді ғой енді, ақ көйлекпен киіп келіп енді Айбатқа ақ ниеттік өзімнің намерениемен ақ ниетпен келсең, көйлек киіп не обязательно. Қазір киіп отырсың, как будто андай сақты ғой, на карнавал пришла. Все красивое надену сразу деген секілді ше. Сенің бет-бейнеңді менде сұрақ келіп тұр. Қашан көреміз біз? Шынайы бет-бейнеңді мен көргім келіп баратыр. Реально сен өзіңді как-то
теңгісіз. Сіз Аха. образдарын жалпы айтып тұрғаныңыз, сіз шын айтқанда сенбеймін деп тұрсыз ғой, иә? Иә. Аха, бұл жерде мен жауап бере кетейін. Рахмет сұрағыңызға, Айсұлу ханым. Бірақ бұл жерде мен айта кетейін, иә. Бұл жерде мен қандай образбен келем? Қысқамен келем ба, ұзынмен келем ба, вечерний образбен келем ба, свадебный платьямен келем ба? Ол сіздің шаруаңыз емес, өзіңіздің киген киіміңізге кәдімгідей сай болып жүрсіз ба, сонымен жүре беріңіз, болды. Бұл жердегі үміткерлердің киімін обсуждать ететін сіздер емес, сіздер соны миларыңызға құйып алыңыздар.